Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін сіздермен бірге осындай құймақтарды дайындайтын боламыз. Осындай арасы тесік болып шығатын жолын үйрететін боламын. Өте керемет, дәмді болып шығады. Бұл пайдалы кеңестер каналы міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Алдымен бізге керекті заттар: 3 жұмыртқа, ұн, қолдың айраны немесе кефир. Біз қолдың айранына осылай сода салып аламыз, өйткені қышқылдығын басып, әдемі болып көтеріліп тұрады. Осылай айранды біркелкі етіп қозғап, және бізге қайнаған ыстық су қажет болады. Ыдысымызға жұмыртқаларымызды жарып, оның үстіне қантымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Қосылған заттардың мөлшерін астына жазып кететін боламын. Міндетті түрде соңына дейін көріп алыңыздар. Сіздерге пайдалы болады деген сенімдемін. Осылай жұмыртқамыз ағарғанша кішкене қозғап аламыз. Үстіне жаңағы айранымызды қосамыз. Айранымыз сода қосылғаннан кейін осылай көпіршіп тұрады. Үстіне ұн қосамыз. Ұнымыздың түйіршіктері кетіп, біркелкі қалыпқа енгенше осылай қозғайтын боламыз. Осылай бір қалыпқа келгеннен соң, ыстық суымызға ас содасын қосып, араластырып аламыз. Осылай ең соңында ғана құйып, бәрін біркелкі болғанша араластырамыз. Осылай біркелкі етіп араластырып болған соң, 2 ас қасық сұйық майымызды қосып, тағы да араластырып алатын боламыз. Осылай сұйық түрге енген кезде табамызды қыздырып, бірінші құймағымызды пісірерден алдын табамызды майлап алатын боламыз. Келесі құймақтарымызға майлаудың қажеті жоқ. Осылай қызып тұрған табамызға құймағымызды біртіндеп құйып, осындай тесік әдемі болып шығады. Келесі бетіне аударып аламыз. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер, өте дәмді, керемет құймақтар, жұмсақ құймақтар шығатын болады. Беті осылай жылтырап шығады және табаға жабыспайды. Соңында осылай кереметтей құймақтарымыз дайын болды. Көріп тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Жұмсақ, дәмді, табаға жабыспайтын құймақтар шығатын болады. Бұл пайдалы кеңестер каналы міндетті түрде тіркеліп алыңыз.